Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары деп аталады. Қазақ халқы ұлттық салт дәстүрлерге бай мемлекеттердің бірі. Қазақ елінде салт дәстүрлердің бірнеше түрлерін кездестіруге болады. Соның ішінде бала тәрбиесіне қатысты шілдехана, сүйінші, көрімдік, балаға ат қою, бесікке салу, қырқынан шығару, тұсау кесу, атқа мінгізу, сүндет той, тілашар болып бөлінеді. Қазақ халқында беташар, тыйым, жетата, базарлық, тізе бүгу, шашу, тоқым қағар және тағы да басқа да көптеген ұлттық салт дәстүрімізді көрсететін дәстүрлеріміз жетерлік. Алайда уақыт өткен сайын біраз салт дәстүрлерімізде ұмыт болып жатыр. Қоғамнан да жоғалып бара жатыр деп айтуға болады. Сондықтан бүгінгі сабағымда қазақ халқының ұмытылып бара жатқан ұлттық салт дәстүрлеріне тоқталып өткім келеді. Айдар, яғни ұл баланың төбе шашын ұзарта өсіріп, моншақ араластыра өріп қойған. Бұл ғұрып негізінен тіл көзден сақтау үшін ер балаларға жасалады. Мысалы, Кенесарының інісі Наурызбай батырдың ұзын айдары болғаны тарихтан белгілі. Қазіргі кезде бұл атау жастар арасында да, үлкендер арасында да көп қолданысқа ие емес екендігін көруге болады. Себебі бұл ғұрыпты жастарымыз іштей білсе де, оның атауын білуі екіталай. Байғазы беру. Үлкеннің кішіге, яғни балаға беретін сыйы. Жас ұл қыз, бой жеткен, боз бала, жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда, аға, апа, ата-әжесінен, туған-туыстарынан оған байғазы сұрайды. Олар байғазыға ақша, мал, мүлік, әйтеуір бір зат беріп құтты болсын айтады. Жол беру. Қазақта үлкен адам келе жатқанында алдын кесіп өтпейді, оған жол береді. Үйге кіргенінде орнынан тұрып төрге отырғызады. Аң аулағанда да жас үлкен адам бірінші болып оқ шығарады, олжаның алғашқысын иемденеді. Алыстан келген қонаққа да, қызметімен шен үлкен адамдарға да әр істе жол береді. Мұның бәрі қазақтың дәстүрлі әдет-ғұрыптарындағы этикалық жоралғы болып саналады. Мойнына бұршақ салу. Ертеде баласы жоқ адамдар мойнына көгеннің бұршағын салып, Құдайдан перзент сұрап жалбарынған, жылаған. Мойынға бұршақты бала тілегенде ғана салады. Қонақ кәде айту. Үй иесі қонағына қонақ кәде айта отырыңыз деп қолқа салатын болған. Ол өлең айтыңыз, күй тартыңыз, өнер көрсетіңіз деген тілек, қонақтың өнерін, қабілетін сынау, көңілді отыру деген мағынаны білдіреді. Сол себепті қазақтар баласын жастайынан ән айту, күй тарту тәрізді өнерге баулыған. Өйткені қонаққа де айта алмау қалу ыңғайсыз жағдай болған екен. Жеті ата. Жеті атасын білмеген жетесіз. Өмір тәжірибесі мол халқымыз кейінгі ұрпаққа жеті атасын білуді міндеттеген және оны үйреткен, жаттатқан. Себебі мұның әлеуметтік зор мәні болған. Екіншіден, қазақ халқы жеті атаға дейін қыз алыспаған. Бұрынғы адамдар бір-бірімен танысқанда, жүздескенде руын, тегін сұрауы осыдан шыққан. Сондықтан әр қазақ баласы өз ата тегін білу тектілік, әрі ұлттық тәртіппен жөн білудің бір саласы болып саналған. Соңғы ұмытылып бара жатқан дәстүріміздің қатарына бесік жыры да жатады. Бесік жыры бесікте жатқан нәрестеге айтылатын жыр, немесе өлең шумақ. Ерте кездері әжелеріміз бен апаларымыз, аналарымыз бесік жырын арнайы жаңа туылған нәрестелерге ұйқысы тәтті, тыныш ұйқыға бөлену үшін айтатын. Қазіргі кезде бесік жырын жатқа айтып, барлық ынтасымен ән қылып жырлайтын аналарды, әжелерімізді кездестіруіміз сирек. Ауша дияр. Үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Жай өлең емес, өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Аушадияр деп аталатын бұл жырдың үлгілерін шетелдегі қазақтар сақтап бізге жеткізген. Қазір Қазақстанда аушадияр айтылмайды. Қарапайым тұрмыстық сөздерге құрылғандықтан ол тез жатталады. Балдыз қалың. Қалың малы төленген қалыңдық қайтыс болған жағдайда қазақ дәстүрі бойынша қалыңдықтың сіңлісін балдызын алу кезінде төленетін қосымша қалың мал балдыз қалың деп аталады.
күйеу қайтыс болған қалыңдығына ұрын барған болса ғана бұл ақы төленеді. Егер бұрынғы қалыңдығына ұрын келмеген болса, балдыз қалың төленбейді. Балдыз қалың күйеудің балдызын алу үшін бұрынғы қалың мал үстіне түйе бастаған 9-дан тағы да қалың мал төлеуінің атауы. Деңгене. Қазақта сайыс ретінде ұйымдастырылатын салт дәстүрлерді де кездестіруге болады. Солардың бірі қазақ халқының салт дәстүрлері кітабында көрсетілген деңгене дәстүрі. Көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін сайлап алып, сол үйдің жанына барып, деңгене жеуге келдік деп айғайлайды. Ал үй иесі бұл сөзді естіген соң семіз бір қойды сойып, етін түгел қазанға салдыртады. Деңгене дәстүрі бойынша келген жігіттер сол қойдың етін түгелімен жеп, сорпасын ішуі керек. Тауыса алмаса, бір қойды 2 қой қылып қайтаруға мәжбүр болған. Сірге мөлдірету. Күздігүні бие ағытардағы ақырғы қымызға көрші қоланды шақыру кәдесі. Бие ағытар күні берілген қымызды сірге мөлдіретер дейді. Бұл дәстүрді өткізу үшін ауылдың ақсақалдары және аналары шақырылады. Ал олар риза болып алғыс айтады, бата береді. Кейбір аймақтарда бұл дәстүрді басқаша сірге жияр деп атайды. Бәсіре. Шаңырақта ол бала дүниеге келгенде сол күндері туған құлынды немесе ботаны нәрестенің бәсіресі деп атау салты болған. Қазақ халқының ұғымында дүниеге келген баланың болашағы өзіне атаған бәсіремен тығыз байланысты. Сондықтан оны мінбейді, сатпайды. Бәсіре мүмкіндігінше жүйрік, жорға болғаны дұрыс. Бәсірені баламен бірге қадағалайды, бола қып өсіреді. Қазақ халқы бәсіресі бар баланың да есейе келе малға деген ықыласы, пейілі түзу болады деп пайымдаған. Қазіргі таңда қазақ халқының көпшілігі өз ұлтының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрпын біле бермейтіндігі немесе ұстанбайтындығы белгілі. Осы мәселе қазіргі кезде өзекті мәселелердің қатарына жатады. Себебі қазақ жұрты өзінің салт дәстүрлері мен әдет-ғұрпын біліп, міндетті түрде сақтай отырып, оны келесі ұрпаққа жеткізе білуі тиіс. Ұлттың ұлт болып қалыптасу үшін міндетті түрде оның салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары сақталуы тиіс. Құрметті көрермендер, осымен сіздерге жүргізілген бейне сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.